Модульдің анықтамасы. А деген қандай да бір сан, бірақ біз оған шарт қояйық. Егер А 0-ден кіші болса, және А модульдің ішінде тұрса, демек модульдің ішінде теріс сан тұр. Онда модульді минус таңбасымен ашамыз. Минус таңбасымен ашу деген модульдің ішінде не тұрса, соны минусқа көбейтеміз. Сонда минус А болады. Бұлай қарағанда минус А теріс сан секілді көрінеді, бірақ ол оң сан. Өйткені біз А-ның орнына 0-ден кіші. Мысалы, минус 2-ні қойсақ, минус 2 ол плюс 2 болады. Ал егер А 0-ден үлкен болса, және 0-ге тең болса, 0-ге тең деген жағдайда осы жағдайда қарастырылады. Онда модульдің ішіндегі тұрған сан теріс емес сан, оң сан деп алайық. Оны плюс таңбасымен ашамыз. Плюс таңбасымен ашу деген модульдің ішіндегіні плюсқа көбейтеміз, соны жазамыз. Сонда А-ны плюсқа көбейтсек, А-ның өзі шығады. Міне модульдің анықтамасы осы. Ал бізге енді мектепте былай үйреткен, 3-тің модулі 3 шығады. Минус 5-тің модулінен плюс 5 шығады. Бірақ минус 5-тің модулі қалай плюс 5 шығады? Минус 5-тің модулі модульдің ішіндегі сан теріс сан болса, оны минусқа көбейтеміз. Минус 5. Бірақ осылай ашып көрсететін болса, біз шатасушы едік. Сол үшін қарапайым түрі минус 5-тің модулі 5 деген жеткілікті болды ол кезде. Енді 1-2 мысал қарастырайық. 3 азайтылған түбір астында 7. Бұл қандай сан? 7-нің түбірі шамамен 2,1 нәрсе. Бірақ бұларды тезірек есептеу үшін 3-ті түбір арқылы жазамыз. Сонда түбір астында 9, азайтылған түбір астында 7. Түбір асты 9 үлкен сан, үлкен саннан кіші санды азайтса, оң сан шығады. Демек 3 минус түбір астында 7 оң сан. Модульдің ішіндегісі оң сан болса, оны плюс таңбасымен ашамыз. Плюске көбейтем, сонда өзі шығады. 3 азайтылған түбір астында 7. Түбір астында 13, азайтылған 7. Түбір астында 13, азайтылған түбір астында 49. Кіші саннан үлкен санды азайтса, теріс сан шығады. Демек, модульдің ішіндегі сан теріс сан. Олай болса, модульді минус таңбасымен ашамыз. Минус таңбасымен ашу деген модульдің ішіндегіні минусқа көбейтеміз. Сонда минус түбір астында 13 қосылған 7 болады. Немесе 7 азайтылған түбір астында 13. Келесі мысал. Егер А Б-дан кіші, ал Б 0-ден кіші болса, онда модульдің ішіндегі А қосылған модульдің ішіндегі А минус Б азайтылған модульдің ішіндегі А плюс Б-ны табу керек. А ол 0-ден кіші болғандықтан теріс сан. Демек, оны минус таңбасымен ашамыз. Сонда минус А минус Б. Бізде А ол Б-дан кіші. Мысал келтірейік, мынау минус 1 болсын, А минус 2 болсын. Минус 2 азайтылған минус 1. Так, минус 2 азайтылған минус 1. Минус пен минус плюс болады, сонда минус 2-ке 1-ді қоссақ, минус 1 шығады. Демек, модульдің ішіндегі сан теріс сан. Олай болса, модульді минус таңбасымен ашамыз. Сонда минусқа көбейтеміз, ол минус А плюс Б болады. А плюс Б, А минус 2, Б минус 1 деп ойласақ, онда минус 3 шығады. Бұл жерде де модульдің ішіндегі сан теріс сан, сонда оны минус таңбасымен ашамыз. Енді модульдің алдына минус тұрғандықтан жақшаға алып жазайық. Минус А, минус Б. Сонда минус 2А қосылған Б, қосылған А, қосылған Б. Сонда минус А қосылған 2Б болады. Модульдің анықтамасы қысқаша осылай. Енді модульді теңсіздіктерді қалайынан шығарамыз. Алдымен бір модульдік теңсіздіктерге тоқталайық. Модульдің ішіне x минус 2 кіші немесе тең 5. X минус 2 бұл оң сан ба, теріс сан ба, біз оны білмейміз. Ол x-тің мәніне байланысты. Енді біз бұл жерде шарт қоямыз. Біріншісі, модульдің ішіндегі x минус 2-ні
нөлден кіші деп ойлаймыз. Деп шарт қоямыз. Сонда x минус 2-міз қазір бізде нөлден кіші болғандықтан ол теріс сан. Теріс сан болғандықтан модульді минус таңбасымен ашамыз. Минус x плюс 2 кіші немесе тең 5. Минус x кіші немесе тең 3. Теңсіздікті минус 1-ге көбейтем. X үлкен немесе тең минус 3. Мына жерде x кіші 2. Теңсіздікті өзінің шартымен қиылыстыру керек. Сонда мынау теңсіздіктің шарты ол 2-ден кіші. 2-ден минус шексіздікке қарай кетеді. Ал теңсіздіктің өзі минус 3-тен плюс шексіздікке дейін болу керек. Сонда міне бізде x ол 2-ден кіші болу керек, және минус 3-тен үлкен болу керек. Сонда екеуісінің қиылысып тұрған аралығы бұл минус 3 пен 2-нің арасы. Бұл біріншісі. Енді екіншісі x минус 2-ні оң санын деп шарт қоямыз. Және 0-ге тең дегенде осының ішіне кіреді. Сол кезде біз модульді плюс таңбасымен ашамыз. x минус 2 кіші немесе тең 5. Сонда x кіші немесе тең 7, ал мұнда x үлкен немесе тең 2. Екеуін қиылыстырамыз. Бұл 2-ден плюс шексіздікке дейін болады. Ал мынау 7-ден минус шексіздікке дейін. Сонда екеуісінің қиылысып тұрған аралығы бұл 2-ден 7-ге дейін. Тік жақша. Енді жауабы біріншісі де болады, екіншісі де болады. Екі жағдайды қарастырамыз, екеуінің жауаптарын сосын біріктіреміз. Сонда біздің есептің жауабы минус 3-тен 2-ге дейін бірігеді. 2-ден 7-ге дейін. Енді мына жерде 2 бірігу болғандықтан біз оны минус 3-тен 7-ге дейін деп бірден жаза аламыз. Сонда жауабы минус 3-тен 7-ге дейін болады. Екінші есеп. Алдымен шарт қоямыз. X плюс 4-ті 0-ден кіші деп алайық. Плюстан да бастаса, үлкен немесе тең 0-ден де бастаса болады. X плюс 4 0-ден кіші болса, демек ол теріс сан деген сөз. Сонда минус x минус 4 азайтылған 2x үлкен 3 болады. Минус 3x үлкен 7. Минус 3-ке бөлем, сонда теңсіздіктің таңбасы ауысады. X кіші минус 7 бөлінген 3. Бұны өзінің шартымен қиылыстырамыз. Сонда минус 4 кіші болады бізде. Минус 4-тен минус шексіздікке дейін болады. Ал мынау бұл минус 7 бөлу 3-тен кіші болса, ол да минус шексіздікке дейін. Сонда екеуісінің қиылысу аралығы минус шексіздіктен минус 4-ке дейін. Біріншісі шықты. Енді екінші шарт ол x плюс 4-міз модульдің ішіндегі өрнек үлкен немесе тең 0 болу керек. Сонда плюс таңбасымен ашамыз. X плюс 4 азайтылған 2x үлкен 3. Минус x үлкен минус 1. Минус 1-ге көбейтеміз. Сонда x кіші 1 болады. Ал шарты x үлкен немесе тең минус 4. Екеуісін қиылыстырамыз. Минус 4-тен плюс шексіздікке дейін. Екіншісі 1-ден минус шексіздікке дейін. Екеуісінің қиылысу аралығы тік жақша минус 4-тен 1-ге дейін. Міне бізде жауабы осы да болады, осы да болады. Осы екеуін біріктіреміз. Мынау секілді, сонда ол минус шексіздіктен минус 4-ке дейін. Бірақ мына жақ тік жақша болғандықтан жазып көрсете салайын. Минус 4-тен 1-ге дейін. Сонда бұл минус шексіздіктен 1-ге дейін болады. Бұл бір модульдік жағдай. Енді 2-3 модульдік есептерді қалайынан шығарамыз. Соған тоқталайық. 2 модуль болса, онда кесте құрамыз. Әр модульдің ішін 0-ге теңестіріп аламыз. X минус 1 тең 0 болса, x тең 1 болады. 2 минус x тең 0 болса, 2 минус x тең 0.
минус x тең минус 2, сонда x тең 2 болады. Одан кейін 2 модуль болса 2 жол саламыз. Міне, мынау бізде бірінші жол, мынау екінші жол. 2 жол салдық. Мына жерін бөліп қоямыз. Бірінші модульдің ішіндегі мәнді бірінші жолға жазамыз. X минус 1. Екінші модульдің ішіндегіні екінші жолға жазамыз. 2 минус x. Одан кейін мына үстіңгі бөлігін бұл сандар сәулесі деп елестетеміз. Сонда бірді, мына түбірлерді өсу ретімен жазамыз. Бірді жазамыз, сосын 2-ні жазамыз. Енді 1 ол x минус 1-ден шыққан түбір, оны көрсетеміз. Оны әртүрлі белгі қойса болады. Мен домалақ қойып қоям. Ал 2 мына жерден шыққан түбір. Енді үстіңгі бөлігі, мынау бізде ол интервал, аралық. Ол минус шексіздіктен 1-ге дейінгі аралық. Мынау 1-ден 2-ге дейінгі аралық. Мынау 2-ден 3-ге дейін, плюс шексіздікке дейінгі аралық. Енді бұлар аралық ретінде бөлініп тұру үшін мыналарды бұлай жалғастырайын. Бірақ бұл жер түбір емес. Жай ғана тиімдірек болу үшін осылай жасаған дұрыс болады. Енді біз алдымен бірінші жолда міне оң жақтан бастап таңба береміз. Квадраттық теңсіздікте бар ғой, интервалдар әдісі. Плюстен немесе минустен бастаймыз. Мынау жол ол осы өрнекке байланысты. Осы жердегі x-тің таңбасы плюс, демек плюстан бастаймыз. Түбірде ауысады минусқа. Бірақ мынау 2 ол x минус 1-дің түбірі емес, сол үшін плюс сақталады. Бірде таңба ауысады, минус. Екінші жолға қараймыз, x-ның таңбасы минус, сонда минустан бастаймыз. Минус, мынау түбір ауысады. Плюс, мынау түбір емес, ауыспайды. Плюс сақталады. Енді осы 3 интервал бойынша модульдарды ашып, теңсіздіктерді шешеміз. Сонда біріншісі. Бұл жерде енді бір ереже бар. Минус шексіздіктен 1-ге дейінгі аралық. Минус шексіздік. Шексіздіктер ол жай жақша болады. Ал 1, біз бұны жай жақша қылсақ та болады, тік жақша қылсақ та болады. Бірақ мен әрқашан жай жақшадан бастаймын. Келесілерді ережесін қазір айтамын. Минус шексіздіктен 1-ге дейін болғанда, мынау бірінші модульдің таңбасы. Бірінші модульді минуспен ашамыз, сонда бұл минус x плюс 1. Екінші модульді плюспен ашамыз. Плюс 2 минус x үлкен 3. Теңсіздік минус 2x үлкен 3. Арғы жаққа жіберем 0 болады. Минус 2-ке бөлем, сонда x кіші 0. Бұл жерде екеуісінің енді бұл теңсіздікті шартымен қиылыстырамыз. Минус шексіздіктен 1-ге дейін. Және 0-ден кіші. Бұл екеуісінің қиылысу аралығы минус шексіздіктен 0-ге дейін болады. Бұл бірінші аралық. Енді бізге екінші аралық керек. Екінші аралық бұл 1-ден 2-ге дейін. Бірақ ереже мынандай. Біз алғашқыда 1-ді жай жақша қылсақ, келесі тік жақша болады. Келесі жай жақша болады. Келесі тік жақша, солай алма-кезек ауысып отырады. Екінші аралық 1 мен 2-нің аралығында бірінші модульді плюспен ашамыз. Екінші модульді плюспен ашамыз. X пен минус x қысқарып кетеді. Минус 1-ге 2-ні қоссақ 1 үлкен 3 болады. Бұл жерде теңсіздік орындалмай тұр. Бұл екеуісін қазір қиылыстыратын болсақ, шешім жоқ болады. Бірақ егер де мына теңсіздік дұрыс болған кезде, оның да ережесін көрсетіп кетейін. Егер теңсіздігіміз 1 кіші 3 болған кезде, онда бұл дұрыс еді ғой. Сонда бұл екеуісін қиылыстырған кезде, 1 мен 2-нің арасы. Ал мынау минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Сонда шарты ол шешімі болушы еді. Бірақ енді бұл жай ғана мысал ретінде бұны алып тастаймын. Енді үшіншісі. Үшінші аралық бізде ол 2-ден плюс шексіздікке дейін. Екінші
аралықта жай жақша болған, енді тік жақша болады. 2-ден плюс шексіздікке дейін. Бірінші модульді плюспен ашамыз. X минус 1. Екінші модульді минуспен ашамыз. Сол минус 2 плюс X үлкен 3. 2X үлкен минус 3, арғы жаққа плюс 3 болып барады. 6X үлкен 3. Енді бұны шартымен қиылыстырамыз. Сонда бұл 2-ден плюс шексіздікке дейін. Екіншісі 3-тен үлкен. 3-тен плюс шексіздікке дейін. Сонда бұлардың қиылысу аралығы 3-тен плюс шексіздікке дейін. Сонда жауабы бірінші аралықта минус шексіздіктен 0-ге дейін болды. Бірігеді. Екінші аралықта шешім жоқ. Үшінші аралықта 3-тен плюс шексіздікке дейін. Екінші аралықта болса, оларды да осыған енгізетін едік. Сонда жауабы осы болады. Келесі есепте әр модульдің ішін 0-ге теңестіріп түбірлерін табамыз. X тең 8 болады. X тең 4 болады. Енді 2 модуль бар, 2 жол саламыз. Бірінші модульдің ішін бірінші жолға жазамыз. X минус 8, X минус 4. 4 пен 8-ді өсу ретімен үстіне жазамыз. 4 және 8. Бөліктерге бөліп қоям. 4 ол екінші жолдың түбірі, 8 ол бірінші жолдың түбірі. Енді таңбаларын береміз. Біріншісі x минус 8-де x-тің таңбасы плюс, оң жақтан плюстен бастаймыз. Плюс, минус, минус. X минус 4-де x-тің таңбасы плюс, плюс. Мына түбір емес, сол үшін плюс сақталады. Мына жерде ауысады, минус. Бірінші аралық. Ол минус шексіздіктен 4-ке дейін. Жай жақша жасаймыз, минуспен ашамыз. Минус x плюс 8. Екіншісіне минуспен ашамыз. Минусты мына минусқа көбейте саламыз. Сонда плюс x минус 4. Кіші немесе тең 2. Минус x пен x кетеді. 8-ден 4 азайтсақ, 4 кіші немесе тең 2. Мына жерде теңсіздік орындалмайды. Екеуін қиылыстырғанда шешімі жоқ болады. Екіншісі 4-тен 8-ге дейінгі аралық. 4-кі енді тік жақша болады, 8-ді жай жақша болады. Минус x плюс 8. Екіншісі плюспен ашамыз. Минус x плюс 4. Минус 2x кіші немесе тең 12. Минус 10. X үлкен немесе тең 5. 4 пен 8-дің арасы. Мынау 5-тен плюс шексіздікке дейін. Қиылысу аралығы 5-тен 8-ге дейін болады. Үшіншісі тік жақша, жай жақша болды, енді тік жақша 8-ден плюс шексіздікке дейін. Екеуінде плюспен ашамыз. Сонда x минус 8 азайтылған x қосылған 4 кіші немесе тең 2. X пен x кетеді, минус 8-ге 4-ті қоссақ. Минус 4 кіші немесе тең 2. Бұл теңсіздік орындалып тұр, сонда шартымен қиылыстырған кезде екіншісі ол минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады, ал мынау 8-ден плюс шексіздікке дейін болады. Сонда бұның жауабы 8-ден плюс шексіздікке дейін. Енді 3 аралықтан шыққандарды жауап ретінде жазамыз. Сонда жауабы біріншісінде шешім жоқ, екіншісінде 5-тен 8-ге дейін, бірігеді 8-ден плюс шексіздікке дейін. Бұл екеуін біріктірген кезде бұл 5-тен плюс шексіздікке дейін болады. Үш модульға қатысты бір есеп шығарып көрейік.
Әр модульді нөлге теңестіреміз, сонда x тең минус 2, x тең 0, x тең 2. Үш модуль болса, онда үш жол саламыз. Бір жол, мынау екінші жол, мынау үшінші жол. Бірінші модульдің ішіндегіні бірінші жолға x плюс 2, x минус 2. Реттілікті сақтап жазуымыз керек. Ал үстіндегілерді өсу ретімен минус 2-ні бірінші жазам, одан кейін 0, одан кейін 2. Минус 2 бірінші өрнектен шыққан түбір, 0 екінші өрнектен шықты, 2 үшінші өрнектен шықты. X-ның таңбасы плюс, сол үшін оң жақтан плюстен бастаймыз. Плюс, 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 минус. Түбірде ғана ауысады таңба. Плюс, плюс, минус, минус. Плюс, минус, минус, минус. Енді бізде үш аралық бар, сол аралықтарды жеке-жеке қарастырамыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі және төртіншісі. Бізде төрт аралық бар екен. Біріншісі минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Бұл аралықта барлығын минуспен ашамыз. Сонда минус x минус 2, минус x плюс 2. Минус 3x, x кіші немесе тең минус 4 бөлінген 3 шығады. Екеуісін қиылыстырған кезде, қиылыстыра салайық мына жерге. Минус 2 бұл минус 4 бөлі 3-тен кіші, сол үшін сол жағында тұрады. Минус 1/3-тен 1 ғой. Екеуісінің қиылысу аралығы минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Бірінші аралықты таптық. Екінші аралық. Минус 2-ден 0-ге дейін. Жай жақша болды, енді тік жақша болады. Минус 2-ден 0-ге дейін. Біріншісін плюспен ашам. Екіншісін минуспен, үшіншісін минуспен. Минус x үлкен немесе тең 0, x кіші немесе тең 0. Минус 1-ге көбейтеміз. Шартымен қиылыстырамыз, сонда мынау минус 2-ден 0-ге дейін. 0 боялмайды, минус 2 боялады. Ал мынау 0-ден минус шексіздікке дейін. Сонда бұның жауабы тік жақша минус 2-ден 0-ге дейін болады. Енді мына жерде боялмай тұр, мына жерде боялып тұр. Бұл жерде қиылыстырамыз. Қиылыстырған кезде біз жай жақшаны жазуымыз керек. Енді үшінші интервал. Бұл тік жақша 0-ден 2-ге дейін. Біріншісін плюспен ашамыз. Екіншісін плюспен, үшіншісін минуспен. X үлкен немесе тең 0. Шартымен қиылыстырамыз. 0-ден 2-ге дейін. Және 0-ден плюс шексіздікке дейін. Бұның шешімі тік жақша 0-ден плюс шексіздікке дейін болады. Төртінші аралық. Бұл жай жақша болды бағана 2. Енді қайтадан тік жақша 2-ден плюс шексіздікке дейін. Барлығын плюспен ашамыз. X плюс 2, плюс x минус 2. Үлкен немесе тең 0, 4. Сонда 3x үлкен немесе тең 4. X үлкен немесе тең 4 бөлінген 3. Шартымен қиылыстырамыз. Неге шартымен қиылыстырамыз? Себебі біз x-қа шарт қойдық қой, ол 2-ден үлкен болуы керек деген. Ол сол шартты қанағаттандыру керек. Сол кезде теңсіздіктің жауабы осындай шығады. Екіден плюс шексіздікке дейін. 4 бөлінген 3 деген ол 1/3-тен 1, ол 2-ден кіші. Бұл да плюс шексіздікке дейін кетеді. Бұлардың қиылысу аралығы 2-ден
плюс шексіздікке дейін. Үшіншісінде қате кеткен екен мына жерде. 0-ден плюс шексіздікке дейін емес, 2-ге дейін болады, 0-ден 2-ге дейін. Сонда жауабы минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Мына жақта тік жақша болғандықтан бұл барлық енді әр аралықтағы интервалдардың барлығын біріктіреміз. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін бірігеді. Минус 2-ден 0-ге дейін бірігеді. 0-ден 2-ге дейін бірігеді. 2-ден плюс шексіздікке дейін. Сонда бұның шешімі барлығын біріктірген кезде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі жауап шығады. Демек, кез келген санды қоюға болады деген сөз. Бір-екеуін тексеріп көрейік. Мысалы, 0-ді қойсақ, 0-ге 2-ні қосам 2, қосылған 0, қосылған 2, үлкен немесе тең 4. Теңсіздік орындалады. Минус 10-ды қойық, минус 10-ға 2-ні қоссақ. Болады мына минус 10-ға 2-ні қоссам минус 8, минус 8-дің модулі 8 орындалады деген сөз.